Сәлем достар, бүгін біз сіздермен шоколадты банан балмұздағын жасап көретін боламыз. Ендеше дайындалу әдісін бірге үйренейік. Ол үшін бізге ең алдымен бірнеше дана банан, қара және ақ түсті шоколад, мармелад және балмұздақ палочкалары қажет. Бірінші кезекте бананымызды жуып, қабығын тазартып аламыз. Бананның қабығын тазартып алған соң, оны дәл ортасынан екі бөлікке бөлеміз. Әрбір бананымызды дәл осылай тазалап, дайындап аламыз. Дайындап алған соң, жаңа айтылғандай екі бөлікке бөліп тарелкеге саламыз. Бөлініп дайындалған бананымызға осындай балмұздақ таяқшаларын қадаймыз. Балмұздақ таяқшасының дәл ортаңғы бөлігіне дейін бананға кіргіземіз. Әрбір бананды осылай дайындап аламыз. Әрбір таяқшамызды дәл ортаңғы бөлігіне дейін кіргізгеніңіз дұрыс болады, себебі аз ғана бөлігі кіретін болса, немесе көп бөлігі кірсе, балмұздағымыздың формасы дұрыс шықпай, таяқшамыздан құлап кетуі мүмкін. Барлық бананды дайындап алған соң, тоңазытқышқа 30-40 минут уақытқа тоңазытуға қалдырамыз. Балмұздағымыз мұздағанша уақытымызды текке кетірмей, оны сәндеуге арналған мармелад, цукаты, арахистер немесе түрлі кепкен жемістерімізді дайындап аламыз. Өз қалауыңызға қарай кез келген тәттілерді әрлеуге қоссаңыздар болады. Егер мен секілді цукаты немесе мармелад қосам десеңіздер, ұсақтап турап алғандарыңыз дұрыс болады. Келесі кезекте балмұздағымызға қосатын шоколадтарымызды дайындаймыз. Ол үшін екі түрлі шоколадты мен алдым. Қара түсті және ақ түсті шоколад. Олар Қазақстан және ақ түсті воздушный шоколад. Сіздерде өз қалауларыңызға қарай қара, ақ, молочный сияқты түрлі шоколадтарды қоссаңыздар болады. Шоколадтарымыздың сыртқы қағаздарын алып тастап, оларды қарапайым полиэтилен пакеттерге осылай ұсақтап бөліп салып аламыз. Шоколадтарымызды әрбір түрін пакеттерге бөліп салып алған соң, қайнаған ыстық суға осылай салып ерітіп аламыз. Еріту үшін пакетті ыдысқа салып қойып, әрбір 30 секунд сайын қозғап отыру қажет. Шоколадымызды дәл осылай сұйық күйге енгенше ерітеміз. Еріген шоколадты стаканға кигізіп, бананымызды тоңазытқыштан шығарамыз. Мұздатылған банандарымызды шығарып алған соң, олардың таяқшаларының жақсы бекінгендігін тексеріп алуымыз керек. Таяқшаларымыз жақсы бекінген болса, шоколадқа малу кезінде ешқандай қиындықтар туындамайды. Бананымызды еріген шоколадқа дәл видеодағыдай бірнеше мәрте айналдырып малып аламыз. Банан салқын күйде болғандықтан шоколадымыз дәл нағыз балмұздақ секілді бірден қататын болады. Банан шоколаде дайын, оны өз қалауларыңызға қарай түрліше безендірсеңіздер болады. Түрлі шоколадтармен, жемістермен, кепкен жемістермен, мармеладтармен сәндесеңіздер болады. Мен бұл шоколадты банандарды алғаш рет жасап көрдім және менен бірінші реттен өте дәмді және де әдемі болып шықты. Сіздер қорықпай жасап көріңіздер, міндетті түрде дәмді шығатынына сенімдімін. Банан шоколаде өте дәмді шықты, үйлеріңізде жасаңыздар. Видео ұнаса каналға тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.